Рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыру аясында 4 жыл ішінде Павлодар ауданында жобаларды іске асыруға жыл сайын 50-ге жуық меценат қатысты. Осы жылдар ішінде ауданда қайырымдылық мәдениеті жаңа серпінге ие болды. Туған жер арнайы жобасы аясында 2018 жылдан бастап біздің меценаттарға, бизнес құрылымдарға, үкіметтік емес ұйымдар мен волонтерлерді кіші отандық дамытуға, елдегі қайырымдылық идеяларын насихаттауға бағытталған жомарт жүрек сыйлығы беріледі. Бүгін біз ірі меценаттардың бірі Кузьменко Петр Петрович туралы айтып кетеміз. Петр Петрович Луганск өндірістік кооперативтің 1997 жылдан бастап басқарып келе жатыр. 2021 жылғы жағдай бойынша 8200 бас ірі қара мал бар. Тәулігіне 21 тоннаға дейін сүт өндіріледі, жылына 7,5 мың тоннадан астам. Кәсіпорында 300-ден астам адам еңбек етеді. Ұжымның көп бөлігі 10 жылдан астам жұмыс істеп келе жатыр. Қызметкерлер арасында ерен еңбегі үшін еңбек даңқы, құрмет ардагер белгісі, облыстық және аудандық басшылықтың құрмет грамотасының, салалық кәсіподақтың иегерлері бар. Луганск өндірістік кешені үнемі қайырымдылық және меценаттық қызмет жүргізеді. Тек соңғы 3 жылдың ішінде Кузьменко Петр Петровичтің басшылығымен кәсіп орын абаттандыру, балаларды қолдау, халықтың әлеуметтік осал топтарын қолдау және де бірнеше жобаларға қолдау көрсетті. 2020 жылы пандемия кезінде жергілікті амбулаторияға жалпы сомасы 8 миллион теңгеден астам сомаға медициналық препараттар сатып алу түрінде көмек көрсетілді. Мне хотелось бы отметить нашего мецената Кузьменко Петра Петровича, который помогает реализовать программу Рухани жаңғыру в нашей школе. Это меценат и спонсор, который оказывает огромную помощь нашей школе. Сюда входит бесплатное горячее питание, оказывает помощь в организации летнего отдыха детей, участвует в проведении мероприятий различных школьных, помогает в осуществлении хозяйственно-бытовых дел в школе, оказывает спонсорскую помощь нуждающимся и многодетным семьям. Алыс кетсем мен сені